Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздерге Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу емтиханының екінші кезеңі туралы толық ақпарат беретін боламыз. Екінші кезеңде сандық сипаттамалар, көру арқылы есте сақтау, фигура бетінің жазбасы, блоктың айналуы тақырыптарынан сұрақтар кездесетін болады. Осы тақырыптарға жеке-жеке тоқталсақ. Бірінші, сандық сипаттамалар. Сандық сипаттамаларда А және Б қатарларының мәндерін өзара салыстыру арқылы шығарамыз. Егер А қатарының мәні үлкен болса А жауабын, Б қатарының мәні үлкен болса Б жауабын, екі қатардағы мәндер тең болса С жауабын, берілген ақпарат тапсырмаға жауап беру үшін жеткіліксіз болса Д жауабын белгілейміз. Онда келесі мысалды қарастырайық. Мысалы, санның 10% табыңыз. А қатарында 600, Б қатарында 700 саны берілген. 600 санының 10% 60-ға тең, 700 санының 10% 70-ге тең. Енді А және Б қатарындағы сандарды салыстырсақ, бізде 70 дегеніміз үлкен. Онда жауабы Б. Екінші мысал. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. А қатарындағы теңдеуді шығаратын болсақ, онда X-іміз 10-ға тең болады. Б қатарындағы теңдеуді шығаратын болсақ, X-іміз 10-ға тең. Екі қатардағы X-тің мәндері тең болғандықтан жауабы С. Көру арқылы есте сақтау. Бұл тесттің бөлімі сіздің әртүрлі формаларды есте сақтауыңызды және жаттау қабілетіңізді арттыруға арналған. Берілген жинақ ішінде бір форма беріледі. Әрбір форманы түрлі түспен боялған бөлігін есіңізде сақтап, берілген 5 нұсқаның ішінде дәл сондай форманы табуыңыз керек. Фигура бетінің жазбасы. Тесттің бұл бөлімі сіздің фигура бетінің жазбасының ойыңызда бүгіп, үш өлшемді қорап жасау қабілеттіңізді өлшейді. Берілген бағыттың белгісі фигура жазбасында және жиналған қорапта бірдей жерде көрсетіп, бір-біріне сәйкес келуі керек. Сіздің тапсырмаңыз фигура бетінің жазбасындағы санмен көрсетілген әр сызықты қораптың әрбір қырында берілген әріппен сәйкестендіру болып табылады. Мысалы, осы фигура жазбасын бағыт бойынша жинасақ, бірінші сызық А қырымен, екінші сызық С қырымен, үшінші сызық H қырымен, төртінші сызық F қырымен және бесінші сызық Ж қырымен сәйкес келеді. Блоктың айналуы. Тесттің бұл бөлімі сіздің ойыңызда блоктарды кеңістікте айналдыру қабілетіңізді өлшейді. Төменде 6 сурет көрсетілген. Сол жақ бұрыштағы суретте блок моделі берілген. А, Б, С, Д және Е әріптерімен белгіленген басқа 5 суреттің ішінде біреуі блок моделінің кеңістікте айналдырылған түрі болып табылады. Қалған суреттерде басқа блоктар көрсетілген. Сіздің тапсырмаңыз А, Б, С, Д және Е әрпіне дейін белгіленген суреттерінің ішінен блок моделінің кеңістікте айналдырылған түрін табу болып табылады.